Шоколадты сүйіп жейтін жандарға мега шоколадты торттың рецептісін ұсынғым кеп отыр. Қарапайым заттардан жасалады және дайындалу жолына да 5 минут қана уақытыңыз кетеді. Ал ендеше көп созбай жасалу жолына көшейік. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып, оған қант қосып, венчик немесе миксермен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Оған енді сүт, сұйық май қосып, тағы бір араластырамыз. Елеуіштен ұн, какао ұнтағын қопсытқышты өткізіп, қосып, қасықпен араластырамыз. Формаға қалауынша пергамент қағазын төсеп, алдын ала қызып тұрған пешке 180 градуста 25 минутке жібереміз. Бисквитіміз пісіп жатқан кезде сұйықтыққа көшеміз. Отқа қоятын ыдысқа сүт, сұйық май, какао ұнтағын салып, 1 минут қайнатамыз. Бисквит піскеннен кейін ыстықтай құямыз. Суығаннан кейін қалауынша турап, тортымызды жеп рахаттанамыз.